Алтынай Жорабаева. 1. Тарихы мен қысқаша өмір баяны. Алтынай Жорабаева 1978 жылы 28 қазанда Қазақстанның оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Бейнеткеш ауылында дүниеге келген. Оқу жолы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің өнер факультетінде 1995 жылы басталған, 1999 жылы бітірген. Сахнаға шыға бастауы 1997 жылы Арай байқауында жүлдегер атанып, сондай-ақ Жас қанат 97 конкурсында дипломант болған. 2. Музыка мен өнер жолы. Алтынай Жорабаева эстрадалық әнші ретінде танымал. Халықаралық конкурстарда жетістіктері бар. 2001 жылы Алматыда өткен Азия дауысы конкурсында лауреат. 2004 жылы Болгарияның Варна қаласында Discovery байқауына қатысып жүлдегер болған. 2004 жылы Латвияның Юрмала қаласында өткен Янтарная звезда халықаралық байқауында гран-при жеңіп алған. 2005 жылы ақш-та өткен орындаушылық шеберлік бойынша әлем чемпионатында 2 алтын, 2 күміс медаль алған. Алғашқы альбомы Арманыма ғашықпын 2002 жылы шыққан. Сольді концерттері мен альбомдары Жүрші сәулем ауылға, Елімнің жүрегі, Астана, бейне альбом Өмір өзен және Т. 3 мемлекеттік және мәдени марапаттары. 2004 жылы жастар арасындағы дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты. 2006 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атағына ие болды. 2008 жылы Қазығұрт ауданының құрметті азаматы. 2016 жылы мәдениет пен өнер саласына қосқан үлесі үшін құрмет орденімен марапатталған. 4. Өміріндегі қызықты әрі маңызды жайттар. Алтынай Жорабаева 2024 жылдың қаңтарында 5-ші баласын қыз болатыны белгілі болғаннан кейін дүниеге келді. Ол қыздарының бірі Қытайдағы университеттерге шақырту алғанын мақтанышпен бөліскен. 2015-2016 жылдары жеке өмірінде қиын кезеңдерді өткерген. 2016 жылы 4 қызымен бірге Елордаға, Астанаға қоныс аударғанын айтқан. Сонымен қатар өнер иесі әлеуметтік мәселелерге үн қатып, әсіресе әлеуметтік желілерде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты өз тәжірибесін ашық айтып жүр. Жүргізіп жатқан бизнес бастамалары да бар, мысалы, жиһаз салонын ашқаны туралы ақпарат бар. 5. Музыкалық стиль, сахнадағы образ. Жорабаева эстрадалық бағытта өнер көрсетеді, бірақ оған халықтық мотивтер мен ұлттық бояулар да тән. Сахнада және жеке өмірінде қазақи құндылықтарды, отбасылық отаншыл тақырыптарды жиі көтеріледі. Кейде сахнадан тыста әлеуметтік пікірлерін білдіріп, қоғамдағы түрлі тақырыптарға үн қосады. 6. Маңызды әндерімен жасалған істері. Оның белгілі әндерінің қатарында «Бақытты әйел» атты әні бар. Сольді концерттер, альбомдар арқылы көпшілікке танылған. Белгілі бір сәттерде көрерменмен әлеуметтік байланысқа түсуге тырысқан, мысалы, жастар үшін үлгі болу, отбасы туралы ашық әңгімелер. Музыкалық клиптері. Мысалы, Перзент парыз атты әніне жасалған бейнебаян қолжетімді. Тағы бір мысал, Әкем әнім атты әніне арналған клип. Өзінің YouTube арнасында бейнебаяндар клипі бөлімінде бірнеше музыкалық видео жинақталған. Бұл клиптерде тек қана ән орындаумен шектелмей, тақырыптық сюжеттер, кейде эмоционалды образдарда жасалған, мысалы отбасы, ана балалық, туған жер тақырыптары айтылады. Қызықты жайт. Музыкалық бейнебаяндар арқылы әнші өзінің қоғамдық және отбасылық құндылықтарын да білдіреді. Клиптерде ұлттық стильді, дәстүрлі мотивтерді қосатын сәттер бар. Бұл оның сценалық образын әрі көрерменге әсерін күшейтеді. Театр және сахнадағы рөлдері. Алтынай Жорабаеваның негізгі бағыты эстрада әншілік, бірақ сахнада өнер саласына қатысуы байқалады. Мысалы, 2013 жылы республикада алғаш рет құрылған мүлдем естімейтін актерлердің естімейтіндер театр труппасы премьер проектіне қолдау көрсеткен екен. Дегенмен оның нақты драмалық театрда ойнаған басты спектакльдері туралы толық ақпарат көп жарияланбаған. Сонымен қатар, концерттік бағытта да сценалық шоу элементтер бар. Мысалы, концерт кезінде кейде сахналық драматургиялық пауза немесе образды қойылымдар орын алады. Бұған қоса, әнші ретінде сахнада жиі орта өнерлі қойылымдарда, музыкалық кештерде көрінеді. Бұл оның өнерінің тек вокалмен ғана шектелмейтінін көрсетеді. Қызықты жайт. Театр мен эстраданың шекарасында жүрген өнер иесі ретінде Алтынай Жорабаева сахнада өлең ғана емес, кейде образы бар қойылымды да меңгере алған.
Әлеуметтік жобаларға қатысуы, мысалы, ерекше мүмкіндіктері бар адамдармен бірлескен сахналық жоба, оның өнерінің қоғаммен байланысын күшейтеді. Алтынай Жорабаева өнер жолына өте ерте жастан өз бойындағы табиғи талант пен еңбекқорлығының арқасында келген. Бала кезден басталған өнерге құштарлық. Алтынай 1978 жылы оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, Төле би ауданының Бейнеткеш ауылында дүниеге келген. Отбасында ән мен күйге, ұлттық дәстүрге құрмет ерекше болған. Сол себепті Алтынайда бала күнінен ән айтуға, сахнаға шығуға әуестенген. Мектеп қабырғасында жүргенде түрлі ән байқауларына, мерекелік концерттерге қатысып, ерекше даусымен көзге түскен. Білім мен кәсіби дайындық кезеңі. Мектеп бітірген соң 1995 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің өнер факультетіне оқуға түседі. Онда вокал мен сахна мәдениетін кәсіби деңгейде меңгеріп, 1999 жылы оқуын тәмамдайды. Осы жылдары ол өзінің алғашқы ұстаздары мен сахнада бағыт берген менторларынан үлкен тәжірибе жинақтайды. Сахнаға алғашқы қадам. 1997 жылы Алтынай алғаш рет республикалық деңгейдегі жас қанат байқауына қатысып, дипломант атанды. Сол жылы тағы бір маңызды жетістікке жетеді. Арай телевизиялық байқауында жүлдегер болады. Бұл байқаулар оның есімін қалың көрерменге танытып, өнер әлеміне жол ашқан алғашқы сәттер еді. Танымал болу кезеңі. 2001 жылы Халықаралық Азия дауысы фестиваліне қатысып, лауреат атанды. Бұл оның кәсіби деңгейін айқындаған маңызды белес болды. 2002 жылы алғашқы жеке альбомы «Арманыма ғашықпын» жарық көрді. Осыдан кейін Алтынай еліміздің ең танымал эстрада жұлдыздарының біріне айналды. Халықаралық жетістіктері. 2004 жылы Болгариядағы Discovery байқауында жүлдегер атанды. Сол жылы Латвияның Юрмала қаласында өткен Янтарная звезда халықаралық фестивалінде гран-при иеленіп, Қазақстан атын шетелге танытты. 2005 жылы ақш-тағы әлем чемпионатында 2 алтын және 2 күміс медаль жеңіп алды. Өнер жолындағы ерекшелігі. Алтынайдың әндерінде көбіне отбасы, аналық махаббат, туған жер, рухани тазалық, ар мен намыс тақырыптары қозғалады. Әнші сахнада әрқашан қазақтың дәстүрлі болмысын, ұлттық киімін, тілін насихаттап жүреді. Оның бейнелері нәзіктік пен рухтың үйлесімін көрсетеді. Алтынай Жорабаеваның өнер жолы еңбек пен адалдықтың, ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншіліктің айқын үлгісі. Ол ауылдан шыққан талантты қыздың табандылық пен ізденіс арқылы елге танымал, халықаралық деңгейге шыққан әншіге айналғанның нақты дәлелі. Алтынай Жорабаеваның отбасылық өмірі оның өнер жолындай-ақ көпшілік назарында жүрген, бірақ сонымен қатар терең мағыналы және сабырлы өмір кезеңдерімен ерекшеленеді. Тұрмыс құруы. Алтынай Жорабаева 2000 жылдардың басында белгілі продюсер, театр және тележобалар ұйымдастырушысы Сабыр Байғожинге тұрмысқа шыққан. Екеуі сол кезде өнер саласында бірге еңбек еткен. Сабыр мырза Алтынайдың алғашқы концерттері мен музыкалық жобаларының продюсері болған. Олардың некесі бір уақытта шығармашылық және отбасылық одақ ретінде де көпке үлгі болды. Балалары. Алтынай мен Сабыр Байғожиннің 4 қызы бар. Айсұлтан, Айзере, Айару, Айым. Әнші үнемі сұхбаттарында. Мен үшін ең үлкен жетістік аналық бақыт. Балаларым менің өмірімнің мәні, деп айтқан. Қыздары да анасының жолын жалғап, музыка мен сахнаға қызығушылық танытып жүр. Кейбір концерттерде бірге ән айтқан сәттері де болған. Ажырасу және жаңа өмір кезеңі. Өкінішке қарай, Алтынай мен Сабыр Байғожин шамамен 2017 жылы ажырасып кеткен. Әнші бұл туралы ашық айтқан жоқ, бірақ бірнеше сұхбаттарында өмірдің әр кезеңінде сабыр мен рухани тазару маңызды екенін ескерткен. Ажырасқаннан кейін де Алтынай балаларының әкесіне құрметпен қарайтынын, қыздарының тәрбиесіне екеуі де қатысатынын айтып өткен. Отбасылық құндылықтары мен көзқарасы. Алтынай әрдайым ана рөлін бірінші орынға қояды. Ол сұхбаттарында жиі әйелдің ең үлкен бақыты сүйіспеншілік пен отбасы, деп айтады. Өз өмірін тек өнермен емес, рухани тәрбие, имандылық және қыз баланың тәрбиесіне арнаған. 2020 жылдардан бастап Алтынай жеке өмірінде тыныштық тауып, шығармашылыққа және балаларына көбірек көңіл бөлуде. Қызықты факт. Оның қыздарының бірі, Айзере Сабыр қызы, TikTok пен әлеуметтік желілерде анасының кей әндерін орындап көптің ықыласына ие болған.
Ал Алтынайдың өзі әлеуметтік желілерде көбіне аналық өмір, рухани кеңестер және әйелдердің өз қадірін білуі жайлы ойларымен бөлісіп отырады. Алтынай Жорабаеваның өнерге келу жолында ата-анасының қолдауы ерекше рөл атқарған. Ол өзі сұхбаттарында жиі атап өтеді, музыкаға деген сүйіспеншілігі отбасынан, әсіресе анасының ықпалынан бастау алған. Ата-анасының қолдауы мен тәрбиесі. Алтынайдың ата-анасы оның бала кезінен өнерге бейім екенін байқап, әрдайым демеп отырған. Анасы қызын мектептегі концерттер мен өнер сайыстарына қатыстыру арқылы сахнаға деген сенімділігін арттырған. Әкесі де қызының талантын ерте танып, оқуы мен кәсіби өсуіне жағдай жасаған. Отбасында ән, күй тыңдау дәстүрге айналған, бұл оның музыкалық талғамын қалыптастыруға көмектескен. Болашақ жолына әсері. Осындай қолдау мен рухани тәрбие Алтынайдың өнер жолына сеніммен қадам басуына себеп болды. Кейін ол кәсіби деңгейге көтерілгенде де, ата-анасының берген тәрбиесін, қарапайымдылық пен еңбексүйгіштікті басты қағида ретінде ұстанған.